Жоқ. Қой жоқ. Сұрамаймын бұл телефон. Қасым түсірші. Бұл апазанда жүзу мәселесі қарастырылған енді екі адамның арасындағы одақ десе, енді ер адам мен әйел адамның арасында одақты атап көрсетілген. Сонымен бірге жеке меншік құқығы, оның үстіне зияткерлік меншік қорғау, қазіргі цифрландыру заманына орай әр азаматтың осы цифрлық ортадағы құқығын қорғау мәселелері бүкіл мынау әртүрлі әлеуметтік желілерде бәріміздің аккаунттарымыз бар. Жазбалар жариялап жатырмыз, пікір білдіріп жатырмыз. WhatsApp, Telegram деген сияқты мессенджерлер арқылы переписка жазып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз, видеозвоноктар, осының бәрі заңмен қорғалып келіп отыр. Сонымен бірге теңгеміз валюта ретінде өзінің ата заңда мәртебесі белгіленіп отыр. Сонымен бірге мынау экологияға, тазалық мәселесіне ұқыпты қарау, суды үнемді пайдалану, басқа да мәселелер осы ата заңда көрініс тапқан. Енді ата заңдағы өзгерістердің жалпы 84%-на өзгеріс енгізіледі деп отыр ғой. Соның енді басқаларына тоқталып өттім. Қасында әріптестеріміз бар. Төлеұлы Дүйшан деген өздеріңіз білесіздер, ардагер ұстаз, қазіргі қоғамдық негізде аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы лауазымын атқарып жатыр. Сол жағында Сарыгүлшара Бақтыбайқызы, бұл істе ардагер ұстаз, педагог ұстаздардың аудандық кеңесінің төрағасы. Осы әріптестеріміз бар. Мен сөз кезегін осы азаматтарға беремін. Қадірлі жерлестер, ауылдастар, Рамазан айында сіздермен кездесіп жатырмыз. Құтты болсын. Қазақстан қауым отырғанымыз. Негізгі мақсатымызды айтып кетті әлгі. Ертең 15-ші наурызда өтетін республикалық референдумға қатысуға шақырамыз. Біріншіден, екіншіден сол референдумда қабылданатын ата заңымызға байланысты қысқаша түсініктер береміз. Негізгі мақсатымыз осы. Енді бірінші ондай әңгімелескен мынау ертең қабылданып жатқан ата заңымыз қажеттілігі қазіргі біздің Қазақстанда, қазіргі Қазақстан қоғамында. Бірінші осы мәселеге келісіп алайық. Біздің 91 жыл Қазақстан елі өз тәуелсіздігін алып, егемен ел болып, одан бері қарай да 35 жылдай уақыт өтті. Осы аралықтың ішінде біз 2 рет ата заңымызды қабылдадық. Білесіздер, 95 жылға ата заңымыз қазір әлі күшінде жұмыс жасап тұр. Енді бұл ата заңымыз сол өткен уақытта бізге мемлекетіміздің қалыптасуына, мемлекетіміздің нығаюына, еліміздегі заңдылықтың қолданысының күшеюіне үлкен септігін тигізді. Оны жоққа шығармаймыз. Бірақ енді сол 95 жылы менен қазіргі 2026 жылы Қазақстанды қарастыруға болмайды. Барыңыздар білесіздер, біз мына 95 жылы егемендік алғанымызға 4 жыл болған жас, тәуелсіз ел болып, ол уақытта елдің жағдайы қандай екенін тағы да білесіздер. Қиыншылықтан өтіп, бастан өткіздік. Соның бәрін жеңдіп, үлкен елге жұмыстар жасалды. Қазіргі
Қазақстан, әзірге Қазақстан қоғамындағы жалпы болып жатқан жаңалықтарды біз мақтанышпен айта аламыз. Оны айттық қой, 95 жылы, 95 жыл егемендік алған жылдары Қазақстан деген елді, қазақ деген халықты көп елдер білген жоқ. Ал енді қазір қазақ деген елді, қазақ халқын көптеген елдер біледі. Бізге қазір санасақ, бұған біз қалай жетті? Бұған біз манағы сол өзіміздің еңбегіміздің арқасында, қазіргі қоғамымыздың үлкен дамуының арқасында біз солай жеттік. Енді ана Аймет айтып кетті, сол уақытта, осы уақытта 35 жыл ішінде елде көптеген жұмыстар жасады. Сондықтан да жаңа конституция ата заң қабылдау қажеттілігі өзінен өзі туындап тұр. Жүрген жерімізде айтып жүрміз, жалпы осы ата заңды қабылдау ең бірінші халықтар, Қазақстан халқы қоғамның сұранысы негізінде жүзеге асып жатыр. Жоғарыдан емес, біз оған кейбір нелерді келтірейік, анықтамалар. 2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев деген кісі 8 қазан күні елде бір палаталы парламент жасаймыз деген бастама көтерді. Соны дайындап өткізу үшін үлкен жұмысшы тобы құрып елде. Сол топ елде алдайдың үстінде жұмысшы тобы. Сол жұмысшы тобына көптеген қатта ұсыныстар, пікірлер түсті халықтан. Енді ол жұмысшы тобының құрамында білесіздер қандай адамдар кіреді. Елге танымал мықты саясаткерлер, заңгерлер, тарихшылар, қоғам белсенділері, сондай мықты адамдар кірді. Олар сол 6 ай бойы осы жұмыспен айналысты. Түскен ұсыныс пікірлерді қарады, солармен жұмыс жасады. Сонда түскен ұсыныс пікірлерді қанағаттандыру үшін жалпы Қазақстан халқының жағдайын жақсарту үшін елге жаңа ата заң қажет екендігі көрді. Çünkü sonuçta Prezident birinci жылдың 20 қаңтар айында тағы да жарлыққа қол қойып, елде Қазақстан өз елімізде конституция реформа жүргізу қажетті шешті. Сол реформада жалпы конституциямыздың бұрынғы 77 бабында өзгерістер енгізу қажет деп шешілді. Альберт айтты ғой, ол конституциясында 84% құрау 77 бап деген. Бұрынғы конституциямызда 9 бөлім 101 бап болса, жаңа қабылданып жатқан конституциямызда 10 бөлім 96 бап бар. Ол үшін бұрынғы конституцияда кейбір атаулар өзгертілді, кейбір бөлімдерге жаңадан атаулар қосылды. Енді оған келісіп қойды, қалай қажетті, қалай туындаған. Енді екінші айтайын деп ана конституцияға ең берілген басымдық адамның қоспандық, адамның құқы. Осыған басым ерекше орын берді. Әрине басқа салалар бойынша да, басқа бөлімдер бойынша ашық, анық жазылған. Осы біз айтқымыз келеді. Екінші айтайын деп отырғанымыз, өте түсінікті тілде жазылған, қазақ тілінде жазылған. Ата заңы. Бұрынғы конституцияларда бірінші орыс тілінде жазды, екінші оны ана тілімізге өзіміздің аударып, содан кейін барып оқып жүрдік қой тағыз. Ал бұнда бірден конституция дайындалғанда, жарыққа шығарда бірден қазақ тілінде өзіміздің ана тілімізде жазылды. Бұл енді біз үшін өте қуанышты жағдай. Қазақша жазылған конституцияның бірінші. Оны оқуға да танысқанымызда өте ыңғайлы. Енді айтып жатыр, бұл жерде көбіне осындай кездескенде тілге байланысты адамдарға сұрақ қойып
қазақ тіліне байланысты, жерге байланысты сұрақтар болады. Осыған байланысты тағы да қысқаша бап қарайық. Бізге беріп жатқан қазір дарияларда сол мәселені айтады. Мынау бұрынғы конституциямызда тілге байланысты 7-ші баптарда әңгіме болатын болса, қазақ мемлекет орысты ресми қатар қолданылады деймін ғой. Қазақ тілі бұрынғы конституциямызда. Енді жаңа конституциямызда бұл 9-шы бап болып келген. 9-шы баптың 1-ші бөлігінде қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілі сөйлеуге берілген, еркек берілген. Бірақ орыс тілін ана ресми тілден түсіріп қатар деген ана не жазылды, қатар деген орыс тілі. Енді осыған байланысты көп комментарийлер болды, көп адамдардың арасында білесіздер болады, ескертулер айтатын болса, біздің жерде бұны қазақ тілінің мәртебесі түсіп кетеді, болмаса мәртебесі жойылып кетеді, түсінік болмау керек, қорқыныш болмау керек. Бұл жерде кейбір тағы да қандай мысалдарды айтқымыз келіп отыр сіздердің алдарыңызда. Нақты 40 тіл бар екен. Үлкен нақты ерекше нұсқаттар. Сол 40 тілдің бірі осы қазақ тілі екен. Сондықтан да бұл қорқыныш болмау керек. Екінші, дүниежүзі халықтарының ішінен 20 миллионнан астам адамдар ұлттар қазақ тілінде сөйлейді. Бұдан қазақ тілінде құрметті жетекші. Ата-ана баласын қазақ тілінде оқытуға өтініш берген. Болмаса мектептерге солайда сақтап ол орнына тапсыруға университеттерде жалпы 74% мектеп қазақ тілінде бұндай мысалдар қазақ тілінде көп қазақ тілінен болмаса қазақ тілінен орын болмайды әңгімелерде осындай мысалдар келтіреді. Жер мәселесі алғашқы әңгімелер көп қой жерге байланысты. Жерді манағы көз екен. Ана шетелдіктерге беріп кеткен екен. Сондықтан көрші Қытайлар көп екен. Қытайлар кеткен екен деген әңгімелер айтылды. Бұдан манағы ресми әңгіме емес. Мынау президенттің сол қолдауының бастамасы үлкен қор болып жер аманат. Қазақстанда достар атқарып жүргізіп жатыр әрине. Кейбір кеткен кемшіліктер жүйелер. Бәрі де біздің жеріміздің жер асты қазбалған байытқан бәрі де халықтың меншігі. Қазір кейбір бұзылған кемшілік. Дұрыс фотограф жалдау керек. Дұрыс фотограф жалдамайсың ба деймін. Бәрін жымын білдірмей түсіретін. Осы сіздерді айтып жеткіміз керек. Көйлетін тұрақты жер түнде алатын еді. Бұдан маған қорқыныш жоқ екенін сіздерді айтып беретін. Құрметті ауылдастар. Екінші айтты біз маған пилотқа себебіміз ертең сол мана референдумға республикаға сіздерді шақыру, қатыстыру, оған қатысыңыздар. Өз белсенділіктерін көтеріңіздер. Сіздердің мана әрбір осы шағын құрылдарының әрбірінің дауыс берудің негізгі орналасып, соған сіздердің шақырыңыз келеді. Рахмет. Рахмет. Рамазан айында кездесіп отырмыз. Барлығымызда оразаларымыз қабыл болсын. Алладан келген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болып, отбасыларына тек ырыс береке ордаймай,
ұрпақсың ана. Сонан соң залда әдемі ару қыздарымыз, аналарымыз отыр екен, алда мерекелеріңіз келе жатыр. Сол мереке құтты болсын, барлығыңызға да ана бақытын тілеймін. Әдемі болыңыздар, жандарыңыз сұлу болсын. Өсірген ұрпақтарыңыз қызығын көріп, бақытты ғұмыр кешіңіздер дегіміз келеді. Одан кейін енді абай атамыз айтқандай, ойдағы қырдарымен араласып, шақтасып көрсіп, бауырын басып, сол өзіміздің амал мерекеміз келе жатыр. Біздің батысқа әсіресе етелеген жақын мереке. Сол амал мерекеміз көрсіп күндеріміз құтты болсын. Ал 15 күні бізде үлкен саяси науқан бұл референдум. Қыстан қысылмай шықтыңдар, енді алдағы күндері сіздерге берер көп болсын. Жақсылығы қазағымызға, елімізге, біздің аудан тұрғындарымызға деген тілегіміз бар. Енді жаңа конституциядағы негізгі өзгерістер жөнінде айтылды. 1995 жылы қабылданған конституциямыз өз заманында, мынау тарихтың алдында өзінің міндетін атқарды. Енді мына заманның дамуына қарай технология дамыды, қоғам дамыды, бүкіл өнеркәсіп дамыды, мәдениет дамыды, бүкіл елдердің бәрі дамып жатыр. Біздің Қазақстан да қарыштап дамып келе жатыр. Демография жағынан да санымыз өсіп келе жатыр. Міне осындай үлкен өзгерістерге байланысты қажеттіліктен туындап отырған конституцияда үлкен өзгерістер енгізіліп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, биылғы 26 жылдың 21 қаңтар күні президенттің жарлығы шықты, 1987 жарлық. Сол жарлық бойынша конституциялық комиссия құрылды. Құрамында 130 адам жұмыс жасады. Ең білікті деген, ең мықты деген республиканың мықты мамандары, ғалымдар, заңгерлер қабылданды. Енді бұл заңды тек өздері жасап қойған жоқ, оны бүкіл халыққа жариялап, халықтың арасында жалпы халықтық талқылау жүріп жатыр. Осы отырғанда бәріміз де көріп, танысып, әлеуметтік желі арқылы конституцияның негізгі мәтіндері, негізгі жаңалықтармен танысыздар. Солай ғой? Енді сол жаңалықтардың ішіндегі бізде мына құрылтай деп атап отырмыз парламентте. Өздеріңіз білесіздер, біздің тарихта аталарымыз қандай да бір ішкі сыртқы саясаттағы бір үлкен шешім, даулы шешімді қабылдағанда, болмаса билерді сайлағанда міндетті түрде құрылтай шақырады. Анау Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы бәрі осы құрылтайдан өткен. 300-ге таратқан. Сөйтіп халық соны өз алдарына жаңағы даланың жазылмас заңы ретінде орындап отырған. Сол заңға бағынып отыр. Енді 95 жылғы заңымыз өз тарих алдындағы міндетін атқарды дедік. Енді мына алда келе жатқан конституцияны бүкіл Қазақстанның халқы қызу талқылау үстінде. Мынау конституциялық комиссияға күніне мыңдаған хаттар түсіп жатыр деп айтты. Бәріне жауап жазып, бәріне түсіндірулер, болмаса кейбір жаңағы оң өзгерістерге бет бұрды, өзгерістер жүргізді. Енді жаңағы айтатын болсақ, президентіміз өзі айтты ғой, біздер өтпелден отырмыз. Егер мына референдум бойынша заң қабылданатын болса, конституциямыз жаңағы айтқан, әріптестеріміз айтқандай, біздің басқару системасында үлкен өзгерістер болады. Вице-президент болады, вице-президент, сосын жаңағы барлық басқару құрылымдарында үлкен өзгерістер болады деп отыр. Енді осы конституцияны қабылдауда біздер мынаны ескеруіміз керек. Біздің мемлекетіміз көп векторлы саясат ұстап отыр. Біздің егер еліміз тыныш болатын болса, алаңсыз еңбек етіп жатсақ, алаңсыз ұрпақ өсіріп жатсақ, сол жаңағы мемлекеттік саясаттың дұрыстығы. Біріншіден. Екіншіден, мына халықтың біздің мызғымайтын ынтымағы бірлігінің арқасы. Енді мен ойлаймын, ертеңгі референдумға осы отырған көзі ашық, көкірегі ояу, Сағыз ауылының тұрғындары түгел қатысады. Сол референдумда конституцияға өз дауыстарын береді. Сонда ғана бұл конституция халықтың қолдауымен қабылданған конституция болады. Осы отырған барлығымыз өзіміздің отбасымызбен, ағайын тума көрші-көлемізбен референдумға түгел береміз және өз дауысымызды береміз. Өз таңдауымызды жасаймыз. Солай ғой? Мына Сағыз халқы біздің басқа округтерге қарағанда сіздердің сандарыңыз көп.
және даму жағынан да біздің миялдан да артып кететін жерлеріміз бар. Мойындап қоямыз арасында. Сіздер қай жағынан да бір ерекшеліктеріңіз бар сондай. Сондықтан Салыс халқы бір кісідей жұрғып референдумға қатысады. Содан соң референдумда өз пікірлерін білдіреді деп ойлаймыз. Ал сұрақтарыңыз болса, өз пікірлеріңіз болса, тыңдауға жауап беруге дайынбыз. Енді азап ешіп келген болармыз, ешіп сұраймыз. Уақыттарыңызды бөліп келіп, тыңдап, қатысқандарға көп рахмет. Сәттілік тілеймін. Елімізге қабылданған отырған референдум арқылы қабылданған отырған конституциямызға және сол конституцияның халықтың игілігіне іске асуына тілектеспін. Сіздерді сол конституцияға дауыс беруге шақырамыз. Конституцияның басым бағыттарын өзгерістерін жақсы түсіндіріп айтты деп есептеймін. Өздеріңіз тараптарыңыздан сөйлеушілер болса, сұрақ қоюшылар болса, сол барлығымызда танысып деп ойлаймын, және оның ішіндегі көп өзгерістермен келісеміз. Себебі жаңағы біздің қонақтарымыз айтқандай, расында да заң әрбір кезеңнің өзіне ыңғайланып жасалады. Сол кездегі 95-ші жылы қабылданған заңымыз осы уақытқа дейін жұмыс жасап келді, қазір де жұмыс жасап жатыр. Кейбір тармақтары әлі де жасайды. Және бұның ішіндегі енді негізгі конституцияның жобасы бізде осы халыққа, адамның құндылықтарына және жерге, өзіміздің Қазақстанның аумағына, барлығына жеке-жеке көңіл бөлініп, ұлттық валютамыз теңгеде конституция арқылы бекітіліп отыр қазір. Соның ішінде білім мен ғылымға негізінен осындай жаңа технологияға басымдық беріліп отырған белгілі. Көп жерде жаңағы ең бірінші конституцияның алдында жазылған преамбула дейді, сол преамбуланың ішінде жазылған барлық осы құндылықтарымыз сол жерде атап көрсетілген. Біздің еліміздің конституциясы халыққа бағдарланғаны осы заманнан қалмай әрбір жерде адамның құқығы сақталатыны, қашанда осы халыққа жұмыс жасайтыннан қай уақытта болса да аталып көрсетілген, және біздің ұлттық құндылықтарымыз туралы жақсы айтылған. Ұлттық құндылықтарымызды заңмен қорғау, ол да осы жерде басымдық беріледі. Және білімге, ғылымға жаңа айтып отырғандай, енді осы жаңа заңмен танысып, барлық бөлімдерін, оның преамбуласын жақсылап оқып шықтым. Әрине, бұл 30 жылдан кейін, 30 жыл бұрынғы конституция шынымен де қазақ бірінші орыс тілінде жазылып, соның қазақшаға аударылған болса, оның ішінде әрине кейбір қайшылықтар болғаны рас. Дегенмен қазіргі уақытта енді осы 15-ші наурыз күні болатын референдумға халықтың көпшілігі қатысып, қолдайтын болған
шақырамын. Үйде отырып патриот болмай, осы жерге келіп, осындай жаңағы халықтық талқылаудағы заңдарға және басқа да осындай жұмыстарға араласып, осындай өз дауыстарыңызды беруге шақырамын. Рахмет сіздерге. Рахмет, өндірілеріңізге. Көрушілер бола ма? Болмаса онда енді келген бүгінгі кеңесте түсінікті болады деп есептеймін. Сонда әріптестеріміз түсіндіріп, сіздер де ертең осы жаңа конституцияның жобасын қолдап референдумда дауыс береді деп сенеміз. Баршаңызға рахмет, уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге аман сау болайық. Рахмет. Жақсы. Құрметті облыстар, енді мынау коалиция мүшелеріне көп рахмет айтамыз. Осылай уақыттарын бөліп, келіп осы біздерге түсіндірме жұмысын жүргізгеніне сіздердің аттарыңыздан рахмет айтамыз. Енді сөз жоқ, белгілі ғой, бәріміз бірдей қазір сол кешегі конституцияның жобасын оқып шыққан жоқпыз. Сөздің шыны керек. Бірақ енді осы кісілер келіп, соның ішіндегі негізгі өзгерістерін айтып отыр. Қазір оқығандарыңыз болса сірә жақсы, оқымағандарыңыз болса жаңа өзгерістерді солай мүшелер тыңдадыңыздар. Ендігі алдағы біздің жұмысымыз енді ертең 15-іне бәріміз шақырамыз. Ол мен барғанда ештеңе шешілмейді дегендер біреулер кері тартпай алмайтын мүмкін. Жоқ, сіздер әрбіріңіз құнсыздар. Біз Қазақстанның азаматы болғаннан кейін барып өз таңдауларымызды жасауымыз керек бәріміз. Сол себепті бәріміз шақырамын. Коалиция мүшелеріне көп рахмет айтамыз. Ал еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет бәріңізге.